Сәлеметсіздер ме, жас ізденушілер? Мен Медеу Сәрсеке, мен сіздерге менің 50 жылдық еңбегімнің жемісі Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің кілтін ұсынамын. Қаныштың өмірі бұл саяхат. Ол Павлодардың Айрық ауылында туып, жастайынан табиғатпен етене болады. Одан кейін Томскідегі технология институтында іргелі білім алып, соңында қазақ ғылымының астанасы Алматыда ғылым академиясының тұңғыш президенті болады. Ал оның ең ұлы жеңісі Жезқазғандағы мыс кен орындарының қорын бұрынғы болжамнан ондаған есе артық деп дәлелдеуі. Бұл оның көріпкелді қасиетінің айғағы. Оның шын аты Ғабдулғани, шексіз байлық иесі дегенді білдіреді. Бұл оның тағдырына сай келгендей. Мен өз шығармамда оның мінезін шаңырақ арқылы аштым. Әкесі Имантайдан білімге құштарлықты, нағашысы Жаяу Мұсадан өнерге деген сүйіспеншілікті алды. Ол ғылыми биікке жетсе де, қашанда қарапайым болды. Менің бұл шығарманы жазуым кездейсоқ емес. Мен инженер-металлург болғандықтан, металлогения сияқты күрделі терминдер мен геологиялы процестерді кәсіби тұрғыдан түсініп, оны қатесіз жеткізе алдым. Менің мамандығым роман-эссенің дәлелдік негізін нығайтты. Сондықтан бұл шығарма тек көркем әдебиет емес, ол ғылыми деректерге сүйенген, авторлық талдауы басым бірегей туынды. Сіздер осы деректерді қолданып, Қаныштың ұлылығын картаға, кестеге, сызбаға түсіріңіздер. Ал оның ең ұлы жеңісі Жезқазғандағы мыс кен орындарының қорын бұрынғы болжамнан ондаған есе артық деп дәлелдеуі. Бұл оның көріпкелді қасиетінің айғағы. Оның шын аты Ғабдулғани, шексіз байлық иесі дегенді білдіреді. Бұл оның тағдырына сай келгендей. Мен өз шығармамда оның мінезін шаңырақ арқылы аштым. Әкесі Имантайдан білімге құштарлықты, нағашысы Жаяу Мұсадан өнерге деген сүйіспеншілікті алды.